Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда 17 ғасырда өмір сүрген мемлекет қайраткері, атақты үш биіміздің бірі, кіші жүздің төбе биі Әйтеке би бабамыздың жатқан жеріне саяхат жасаймыз. Құнды деректерді келтіреміз, арнадан ажырамаңыздар. Біз қазір Бұқара қаласында тұрмыз. Таңғы сағат 4:30. Әйтеке би бабамыз Өзбекстан жерінің Науаи облысы Нұрыта ауданында жатыр. Ара қашықтық 170 шақырымды құрайды. Аманшылық болса, таңғы салқынмен жетіп қаламыз. Достар, Өзбекстанда бензин сататын жанармай бекеттері өте сирек, себебі мұнда көліктердің көпшілігі газбен жүреді. Сондықтан алғашқы кездескен жанармай бекетіне тоқтап бензин құйып алдық. Құймазар су қоймасының жанынан өтіп барамыз. Ал бұл жерде Оқтепе демалыс кешені орналасқан. Достар, табиғаттың сұлулығында шек жоқ. Орта ғасырларда Әйтеке бидің бабасы Сейітқұл әулие Нұрыта жеріне Қазалыдан кіші жүздің 40 мың шаңырағын көшіріп қоныстандырған деген тарихи деректер бар. Кіші жүзге би болғалы Әйтеке биіміз мыңдаған шақырымдарды артқа тастап, қазіргі Түркістан облысында өтетін Күлтөбенің басына, Ұлытау жерлеріндегі және басқа да жердегі жиындарға ат терлетіп келіп кетіп жүргендігін елестетудің өзі, бабаларымыздың тағдырлары ел үшін ат үстінде өткенінің айғағы. Тарихи шежірелік деректер бойынша кіші жүз әлім тайпасының төртқара руынан шыққан Әйтеке би Әмір Темірдің бас кеңесшісі болатын Ораз қажының 5-ші ұрпағы. Сондай-ақ бүкіл парсы, өзбек, қырғыз, қазақ жұрты Синесов буа, жаны пәк деп атаған Сейітқұл әулиенің 3-ші ұрпағы болып есептеледі. Әйтеке бидің атасы Ақша Сейітқұлұлы ұзақ жылдар Қоқан хандығының тағына отырып, әмір атанған тарихи тұлға. Есім хан тұсында Самарқанды билеген Жалаңтөс батыр Сейітқұлұлы оның бір әкеден туған інісі екен. Міне межеге де жеттік. Сейітқұл әулие Әйтеке би кешені орта ғасырлық архитектуралық үлгіде салынып, шегесіз, арматурасыз қаланған. Құрылыс 2008 жылы қыркүйекте басталып, сол жылы желтоқсан айында біткен. Хиуаның қызыл қышынан бұқар шеберлері өріп тұрғызған кесененің ұзындығы 15 метр, ені 9 метр, биіктігі 11 метр. Төбесін көркем майоликамен қапталған көгілдір күмбез көмкеріп тұр. Қабырғаларының қалыңдығы 1,5 метрден 2,5 метрге дейін жетеді. Қас беті майоликамен қапталып, Құран кітабынан алынған сөздер жазылған. Оюлы есіктері мен терезелері жаңғақ ағашынан жасалған. Оның әрбір тақтайшасы 18 ғасырдың үлгісімен қолдан ойылған. Кесене 2 камерадан тұрады. Кірген бетте Сейітқұл әулиенің зираты, келесі камерада 5,5 метр қашықтықта Әйтеке би қабірі орналасқан. Құлпытастар Газган қаласынан шыққан мәрмәр тастарынан тұрғызылған. Әмір Темірдің заманында бұл ерекше сапалы мәрмәр тастары тек ұлы әміршінің жарлығымен ғана пайдалануға рұқсат етілген екен. Құлпытастар Құран сүрелерімен көмкерілген. Сонымен қатар сәулетшілер кесененің жер тербелісіне төзімділігін Рихтер шкаласы бойынша 10 балға төтеп беретіндей етіп есептеген. Демек, кесене мыңдаған жылдар бойы міз бақпай тұрады деген сөз. Кесенені айналы ұшып жүрген мына кереге қанат бүркіттер мұндағы жердің киелі екенін аңғартып тұрғандай.
Кесене құрылысы аяқталған соң, оның жанынан мұнара, мешіт, мұражай, қонақ үй, тапша, асхана мен дәретхана сынды қосымша құрылыстар салынып, оны айналдыра кірпішпен қоршаған. 136 метр тереңдіктен су шығарып, айналдыра көгалдандырған. 2012 жылы салтанатты түрде ашылған. Kelesiye 380 yıllık bölüdü. Mayının 3. haftası bölüş керек. Келесі жыл. Мұнда туристер жиі келеді. Жыл сайын мамыр айының 3 аптасында кесенеде ас беру дәстүрге айналған. Мұражайда әртүрлі тарихи кітаптармен қатар Әйтеке бидің, Жалаңтөс Баһадүрдің суреттері ілінген. Жыл сайын мұнда келушілер бабамыздың тұтынған жәдігерлерін тарту етіп, басқа да сый-сияпаттарын табыстайды. 2008 жылға дейін белгі тасы ғана бар зират болып жатқан Әйтеке би бабамыздың әруағы бір аунап тұрғандай. Мына бір домбыраға Әйтеке биге естелік Коңгырат районынан деп жазылған. Бабамыздың әруағына бізде бір күй ойнап бердік. Осы кешенде қызмет ететін Әбдікәрім есімді имам Әйтеке бидің шежіре тарихымен қоса кешеннің салыну тарихында баяндап тұр. Осынау ұлы істердің бастаушылары Зауытбек Тұрысбеков, Қаражан Сердалиев, Шахарбек Усманов және тағы бір топ кәсіпкер азаматтарды айтуда. Блогерлік ізденіс барысында кешеннің салыну тарихы жайлы қолға түскен ақпараттық сілтемелерді бейненің жазбасында қалдырамын. Оқып көрсеңіздер болады. Келесі жылы, яғни 2024 жылы, Әйтеке би бабамыздың 380 жылдығы аталып өтілмек. Осы орайда Әбдікәрім мырзаға өз алғысымызды жеткіземіз. Аса үлкен ыждахатпен кешеннің мән жайын түсіндірді. Мұражайдың естелік кітапшасына қолтаңбамызды қалдырып, бізде жүріп кеттік. Достар, осымен бізде түсірілімді аяқтадық. Назар салып көргендеріңізге алғыс. Өмір тамаша арнасына жазылып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Алда талай қызықты бейнелер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.